لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli cemaat, hürmetli Müslüman bağlılar, biz бұған дейін Абу Баракат әл-Насафидің ақида еңбегін бастаған болатынбыз. Бүгінгі келесі дәрісіміз өткен сабағымыздың жалғасы. وأسبابه للخلق ثلاثة أي أسباب العلم للخلق ثلاثة. Yani pendeler үшін білудің үш құралы бар. Немесе білудің үш жолы бар деп айтамыз. Енді оны айтты. Біріншісі әл-хавасул хамс. Бірінші сезім мүшесі 5. Бұл да бір құралы, менің білудің құралы жолы болып есептелінеді. Ол 5. Бізде қандай? Есту, көру, иіс сезу, дәм сезу, ұстау. Яғни осы 5 құрал, мүше бізге бір нәрсені анықтап беруге жол болып есептелінеді. Құрал себеп болып табылады. Бірақ бұл 5 құрал бәрін бірдей анықтай алмайды. Сондықтан бізге екінші жолды көрсеткен уахуа уәл хабару садиқ. Яғни ол шын хабар. Мысалы бізге Құранда хабарлады. Ақыретте жәннат бар, жәннат егелеріне бір жақсылықтың болатындығы, ақыретте тозақ бар, тозақтың егелеріне тозақта азап бар екендігі. Бұны біздің ақылымыз шеше алмайды. Біздің жаңағы 5 мүшеміз бұны анықтай алмайды. Сондықтан екінші құрал бұл хабар болып есептелінеді. Әл-хабар ас-садиқ дейді. Хабар болғанда ол садиқ болу керек, шын хабар болып есептелінеді. Сол кезде бұл білудің бір құралы болып табылады. Мысалы айтады, енді ақыретке кім барып кетті дейді. Біз айтамыз, Құранда хабарланған. Жәннатта осындай бір астынан өзендер ағатын бау-бақшалар бар дейді. Оны қайдан білдіңдер сендер? Көрдіңдер ме? Естідіңдер ме? Ұстап көрме? Дәмін көрдіңдер ме? Иісін сездіңдер ме? Жоқ, хабарда келген. Сонда сендер хабардың бәріне сене бересіңдер ме? Бәрін емес, оның ішінде шын хабар бар. Мысалы, мен бір хабарды айтатын болсам, оған сенсеңіз де болады, сенбеуіңіз де өз еркіңіз. Мысалы айтсам, мен бүгін 5 намазын президентпен қатар тұрып оқыдым десем, бұл хабар. Бірақ оны қабылдамау сіздің өз еркіңіздегі нәрсе. Енді мына кісі қалжыңдап отырғанша, мүмкін бұрынғы бір кезін айтып отырғанша деп өз еркіңіз. Ал бірақ бір хабар бар, оны қайтаруға қақың жоқ. Ол Алла Тағаланың хабарымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хабар. Мысалы, Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде құл хуаллаху ахад деді ме? Бұл хақ. Оны сенбеуге қақың жоқ. Ал сенбеймін десе, ерік өзіңде. Ол даналық емес, ол парасаттылық емес, ол адасу болып табылады. Адам ойлауы мүмкін ғой, мен керемет оқыдым, керемет білдім, сондықтан бұл жай бір сөз, бұл ешкім жаңағыдай іштен ойлап тапқан жоқ, бұл Мұхаммедтің жазып кеткені дейтін болса, ол жерде адасудан басқа ешқандай бір даналық жоқ. Көрдіңіз бе? Өйткені мың жылдан бері адамдар сеніп, солай қабылданған, яғни бұл Құран Алла Тағаланың сөзі екен. Ал егер оны қабылдамайын десе адам, біз қинамаймыз ешкімді. Алла субхана тағала Құран-ы Кәрімде айтады, ля икраха фид-дин, дінде зорлық жоқ. Алла субхана тағала Кафир сүресінде айтады, қаласаңдар иман келтіріңдер, қаласаңдар кәпір болыңдар. Егер қазір біреу келіп мен ислам, мұсылман болғым келмейді, ислам дініне сенгім келмейді десе, есік ашық. Біз оны зорламаймыз. 10 сағат уақыт берем, 20 сағат уақыт берем, келдім жерге тәубеңді жоқ, өзі білсін. Ол христиан бола ма, ол юлий бола ма, ол буддист бола ма, ерік өзі. Бірақ ол білу керек. Ешкім бір сенімнен шығып кетпейтін. Бүкіл адам сенімде, ол атеизмде, ол сенім.
ұстаным. Сен хақтан бас тартасың да, басқа біреуді сенім ұстайсың, сенде бір ешқандай айырмашылық жоқ. Ол ойлап қалмасын, жаңағы исламнан батыс шықса, мен бір азат адаммын деп ойлап қалуы мүмкін да, жоқ. Сен де сол исламнан шығуың бір адамдардың тұжырымы, ойы, ұстанымы. Ол бір кітапты оқыдым, мынау шынымен бір нәрсе айтып жатыр екен деп ойлайды, болды. Көрдіңіздер ме? Болмаса исламға қара жаққан, күйе жаққан адамдардың бір кітабын оқиды да, сонымен шубхаланады. Сондықтан бізде білудің жаңағы білудің 3 құралы бар. Бірінші сезім мүшесі, ол 5 мүше. Көру, есту деп біз айтқан боламыз. Екіншісі хабар. Ол жаңағы біздің айтқан 5 хавас, әл-хамсы бәрін анықтай алмайды. Енді үшінші жол бар. Ақыл. Адам ақылы да ол білудің бір құралы. Мысалы, анау жерде бір түтін көрінсе, ана жерде бір өрттің болып жатқан, оттың жанғанын біз не істейміз? Ана жерде түтін шығып жатыр, значит, ол жерде от жанып жатыр. Не от екен, барып біліп қайтшы деген секілді біздің ақылымыз біледі кейбір нәрсені. Бірақ бұл ақыл да барлық нәрсені шеше алмайды. Алла тағала адамға ақыл берді. Бірақ сол ақыл барлық нәрсені шеше алмайды. Мысалы, мынадай хабар келсе бізге. Құрметті жамағат, бүгіннен бастап таң намазының уақытын өздерің белгілеп аңдар дейтін болса да, Алла тағала тарапынан сондай бір хабар келсе, не істейміз? Жамағаттың ішінде біреу тұрып айтады, осы күн шыққандан кейін оқып келдік қой, солай оқып қала берсін, солай дейді. Ерлан ұйқыны жақсы көреді, не дейді? Жамағат, оны қайтеміз, күн шықпай тұрып адамды қинап. Мен ақылға салсам, күн шыққаннан кейін асықпай оқитын болайын дейді. Ал енді бір бауырымыз шығады дейді, оны таңертең елдің мазасын алып қайтеміз, оны сол құптармен қосып оқи салады бәрі уақытында. Қазір азап қанат айтып, таңғы 5-ін асып шам. Ақыл ғой, адамның ақылы бар ғой. Ол да ақылына сүйеніп айтып тұр. 5-інде жаңағыдай оқушылар бар, студенттер бар, сабақтан шыға алмайды, 5-інің қаза бар, әйтеуір бір қиыншылық жоқ, оның бәрін алайын да 5 уақыт намазда. Құптан уақыты кірген кезде бірінші таңды, 5-ді, асырды, шам оқи салатын қылайық дейді. Сөйтсе біреуді де мына бір жақсы ой екен ғой дейді. Біз егер біздің ақылымызға салса, осы отырған міне 20, 40, 30 адам таң намазын уақытына келе салмаймыз. Сондықтан бұны ақыл шеше алмайтын болғаннан кейін Алла тағала бізге шариғат түсірген. Мыналарға мен уақытын белгілеп берейін. Мен бұлардың уақытын белгілемесем, бұлар қазір қырылып қалды. Өйткені біздің ақылымыздың деңгейі, ойлау қабілеті бәрі әртүрлі. Көрдіңіздер? Зекет. 40 қойдан бір қой шығарайық па дейтін болсақ, ерлан айтуы мүмкін. Нақ 40-тан бір, 1000-нан бір өңіз. 500-ден бір қой шығарайық. Әйтеуір ақ көрінді. Сонда мен бұны айтайын деген мақсатым не? Айтайын деген мақсатым біздің ақылымыз барлық нәрсені бірдей шеше алмайды. Сол секілді біздің жаңағы сезім мүшесі 5 мүшемізде ол да барлығын бірдей шеше алмайды. Сондықтан ол жерде бізге бір хабар керек. Алла тағала тарапынан, пайғамбарымыз тарапынан. Яғни ол біздің ақылымыз жетпеген нәрсе. Мысалы, намаз уақыттарын біз ақылға саламаймыз. Оны Алла тағала бізге көрсетіп берген. Біз зекеттің де мөлшерін біз ақылымызға саламаймыз. Оны да Алла бізге көрсетіп берген. Ал енді кейбір нәрселер бар, біздің ақылымызға тастады еркіне. Оны адам ақылмен шешу керек. Сондықтан мына жерде қазір имам айтады, топтарды айтады. Бір топ айтады, жаңағы бір құрал жетеді дейді. Яғни адамның 5 мүшесі барлық нәрсені анықтап, оның түбіне жетуге жеткілікті. Сондықтан ақыл да хабар да керек емес дейді. Екінші бір қауым айтады, ақыл да хавас жаңағы 5 мүшеде керек емес дейді. Хабарда айтылса болады. Құран хадисте бар ма? Бар. Құран хадисте жоқ па? Жоқ бітті.
Шариғат олай емес. Енді бір көз қарасы бар, олар айтады, 5 сезім мүшесі, 5 мүшеде хабарда ештеңе анықтай алмайды. Сондықтан тек қана ақыл шешеді. Ал ахлу сүнна уал жамағат ғалымдар не істеді? Осы 3 құралды бірдей алды. Я кейбір жағдайда адамның ақылы шешеді. Кейбір ақыл жетпеген кезде хабарға жүгінеміз. Ал кейде ақыл да хабарды емес, көзбен көріп тұрамыз. Дәлел білуді құрал болып табылады. Мен мысалы, мына кісі қазір барып, ана қабырғада жазып тұрған аятты шималайтын болса, мен көрсетіп бере аламын. Міне мына кісі ғана барып жаңағы шимайлаған деп, болмаса бүлдірген деген кезде сіз айтпайсыз ба, жаңағы Құранда айтылды ма, хадисте хадис келген ба, оның шимайлаған туралы емес. Субханалла, көзім айтып тұрды ғой, ерлардың барып ананы шимайлаған. Көрдіңіз ба? Сондықтан кейде бізде кейбір міне топтар шыққан. Сондықтан ақыл бұл шариғаттың бір құралы болып табылады ғой. Мысалы, ана жерге келдік, есік жабық. Демек құлыпталып тұр деген сөз. Демек есік құлыпталып тұрған болса, бізге ақыл айтады. Енді мына есікті кілтін ізде дейді. Қарайсыз, кілтін, ана кілт қаласында есікті ашасың, ішіне кіресің, 2 ракат намазыңды оқисың, болмаса намазыңды оқисың, шығып кетесің. Ақыл жетеді ғой құқығы. Имам Абу Ханифа рахимахуллах, демек есік жабық тұр ма, ол құлыпталып тұр деген сөз. Құлып тұр ма, демек оның кілті болып, сол кілтті ашса, ана есік ашылады. Демек ақыл осыған қауқарлы дейді. Ал енді біреулер айтады, жоқ дейді. Ақылдың оған қауқары жетпейді. Есікке келдің, есік жабық тұр. Нас керек дейді. Алладан хабар түсу керек, пайғамбардан хадис келу керек дейді. Мына есіктің кілті бар, кілтін тапта аш дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл ақылдың өзі бір құрал болып табылады. Сондықтан міне біз естеріңізде болсын, ахлу сүнна уал жамағада білудің 3 құралы бар. Қандай? 5 сезім мүшесі, одан кейін хабар шын болу керек ол, одан кейін ақыл. Көрдің? Мысалы, кірес, келес жазып тұрады. Ашуға болмайды. Көз көреді, ақыл түсінеді. Кірдік. Артынан келді жазып болған еді. Мен сен айналайын бауырым, мына жерде кіруге болмайды деген жазуды көрдің ба десе, ол сізге айтса да, хадис бар ма десе да. Не айтасыз? Айналайын шырағыма, хадистің қажеті не ол? Жазып тұрған қазақша, орысша, керек пе ағылшынша? Кіруге болмайды. Дұрыс па? Әлде кіріп кете бересің деді. Анау жапондарда газонды баспа деп жазбайды екен. Газонды жануарлар ғана басады деп жазып қойды екен. Өйткені бұнда ақыл жоқ. Біз анау адам жүретін ізбен айналып өтуіміз керек қой. Анау үстін таптап өтпей. Соны ана біреу таптап өтті, екінші таптап өтті, үшінші таптап. Bir қарасаң ана соқпақ болып жатыр. Оны істейтін кім? Адам. Сондықтан оларда өйткені хайуанда ақыл жоқ. Сондықтан олар солай жазып қойды екен. Сондықтан кейбір нәрсе, анау бүйтіп айтады ғой жаңағы жапондар дейді, аялдамадан кітаптан ашып қойыпты дейді. Енді сол ана көлігін күтіп тұрған адам алатта қарайды, жаңа оқып тұрады ма деген. Сөйтсе дейді, енді мұсылмандар дейді, 100 жыл иштихад қылады дейді. Аялдамадан кітап ашуға бола ма, болмай ма дейді. Ол ақылдың шешетін нәрсесі ғой, шариғатқа салып қайтесің ғой. Көрдіңіз, осындай нәрселер. Сондықтан біз кейде бұл құралдарды ұмытып кетеміз. Егер ақылға салса, оны философ дейді. Ақылға салмаса, оны террорист, радикал дейді.
Сонда мына үш құралды ол Құранда пайғамбарлардың қауымның көптеген ақылды істеткендігіне мысалдар көп. Өткенде мысалы Ибрахим алейхиссалам қауымын бір Аллаға табынуға шақырды, бір Аллаға құлшылық етуге шақырды, пұтқа табынбауға үндеген. Сөйтіп аналардың жаңағы пұттары болған, соларды сындырғанда ең үлкен пұтына жаңағы қолындағы шоқпарын іліп кеткен. Таңертең кезде пұттардың бәрі қирап атып, біреуінің қолында шоқпар тұрды. Сөйтіп ана айтты, қауым айтады, мынаны ана бір Ибрахим деген жас жігіт бар еді, біздің дініміз сөгіп жүрген. Сол біреу сындырса, сол дәу де болса, сол сындырып алып келіңдер деген. Алып келген кезде Ибрахим сіздер қызықсыздар деген. Шоқпар менің қолымда емес, мынаның қолында тұр ғой деп. Сөйтсе қауым айтады, Ибрахим, сен басың істей ма? Бұл тас қозғалмайды деп айтады. Ол қалай сындырады? Енді сол қасында қозғалмаса, сындырмаса, оны қалай табынып атсыңдар дейді ау. Көрдіңіз бе, қауымына ақылы мысал келтірді. Ақылы мысал келтірді. Мысалы айтады, сен неге Мұхаммедті тыңдайсың? Енді мен Мұхаммедті тыңдамағанда кімді тыңдаймын? Бәрібір біреуді тыңдауым керек қой. Сол тыңдау керек болған адамдардың ішінде оны Алла бізге пайғамбар деп түсірмеді ме? Енді сол пайғамбарды тыңдамағанда мен кімді тыңдауым керек? Сен сол пайғамбар қателеседі деп ойламайсың ба? Сонда Алла Тағала қателесетін адамға шариғат түсіру мүмкін бе? Егер Алла мұн жақтан шариғат түсіріп жатса, ана мұн жақтан қателіп жатса, онда қандай мағына болады? Демек Алла оны елші қылды ма, ол қателеспеу керек. Ақыл соны табады. Оған бір дәлел іздеудің қажеті жоқ. Ол Алла Тағала емес. Сен өзің бір ісіңді сол істің маманы болмаған адамға тапсырасың ба? Үйіңнің электричествосын тартып жатсың. Балаңа болмаса жаңағы кішкілік жүрген біреуге мынанысын тартып қой деп айтып кетесің ба? Айтпайсың ғой сен. Өйткені ол өте қауіпті нәрсе, оны маманына тапсырасың. Енді Алла Тағала қалай сонда ол жаңағы бір жай бір адамды таңдай салу керек па? Жоқ. Көрдіңіз ба? Ақылдың өзі негізі пайғамбардың болуын және ол пайғамбардың қателеспеген болуын, өтірік айтпайтын шыншыл болу керектігін ақыл айтады. Солай болу. Сол кезде ғана оны қабылдай аласың. Сондықтан Алла Субхана Тағала пайғамбарларды мақсум қылған. Мақсум деген яғни күнәдан пәк. Ерме пайғамбар бұндай болған, пайғамбар андай болған, жетті адамдар. Сөйтіп анау келеді, ака айтты, сенде пайғамбар осындай болған екен, ондай болса не болыпты? Сен өзің ойлайсың ба солай болды деп? Сен ананың сөзін тыңдама, сен ізден. Қалай болды? Көрдіңіз бе? Ақыл құрал. Сол секілді көзімізде ол білудің бір құралы. Мен қазір айтамын, мына жерде Ясин сүресі жазылып тұр деймін. Қабырғада. Демек, менің көзім көрді, сөйтіп мынада Ясин сүресі жазылып тұр деді да. Сосын мен сіздің құрметті жамағат, мына қабырға қарасаңыздар, Ясин сүресі жазылып тұр. Ясин сүресі. Маған қабырғадағы жазуды анықтап берді ме, берген жоқ па? Берді, көзім айтты, мұны қараңыз деді. Мына жерде Ясин сүресі. Яғни көзім мына жерде Ясин сүресінің жазылып тұрғандығын маған деді. Құлағым айтады, мына жерде әлі машиналар жүріп жатыр, машиналардың дауыстары шығады. Мен де мына көшеде машина жүріп жатыр деді. Сіздер айтасыздар, иә. Ойбай, сіз қайдан біліп қойдыңыз, әулие кез, жоқ құлағын естіп. Сосын ерекен жаңан тұстасып қарап отырмаңыз деп мына жерге бір плов алып келді деген. Мен алам дедім, мен мынау дәмді екен деймін да. Енді түсінген құлаққа мәмет қой. Ана соны түсінетін бала бар ма дегендей ғой енді. Сондықтан ұстаздың көзіне түспей отыр керек. Сонда айтам, وَالْمُرَادُ بِالْخَوَاسِ السَّلِيمَةِ مِنْهَا وَبِكُلِّ خَسَّةٍ يُغْرَفُ مَا أُدِرَتْ
не дейді? Имам Насафидің сөзі. Әлгі біз 5 мүше бар дедік қой, сезетін, бірдеңені анықтайтын. Сол 5 мүше сау болу керек. Саған бір мәлімет береді. Мысалы, менің көзімнің зрениесі нашар болды. Мен ана бір аяттан ана сүренің басын көре алмай отырып, сөйтіп мына сүренің соңына қарадым да, өйткені Ясин сүресінің соңғы аятын білемін да. Сөйтіп айтып, мынау Ясин ғой дедім да. Енді имам айтады, мына 5 мүше анықтаушы. Бұл сау болу керек дейді. Не үшін? Бізге бір нақты мәлімет беруші. Сөйтті да, бауырларымызды да ұстаз қателесіңіз, мына жерде Ясин сүресі емес, Кахф сүресі жазылып тұр деді. Демек менің көзім маған мәлімет бере алмады. Не үшін? Сау болмағандық үшін. Сау дегені, яғни ол сәлем емес, яғни нашар емес. Сондықтан имам Насафи рахимахулла айтады, әлгі бізге мәлімет беретін 5 мүше не болу керек дейді? Өзінің функциясын дұрыс атқарып тұрған болу. Және айтады, және ол әр мүшенің өз функциясы не үшін қойылған болса, сол функцияны не істеу керек? Істеткен болу керек. Мысалы, мен айтсам, құлағыммен естідім, мына қабырғада Ясин сүресі жазылып тұр десе. Айналайына ол құлақпен естілетін нәрсе емес, көзбен көрінетін. Сондықтан біреу айтса жаңағы, көзіммен естідім, машиналардың дыбысы шығып жатыр десем, көрінеді. Қоя сал дейсің. Бірақ көріп отырмыз. Көрінеді. Көрдіңіз, сондықтан жаңағыдай нәрселер бар. Сондықтан айтады, ол 5 сезу мүшесі сау болу керек. Бір, екіншіден және әрқайсысы өз функциясын атқару керек. Көзіммен көрдім, мына Тастақ мешіт, Төле би мешітінің қабырғасында Ясин сүресі жазылып тұр. Құлағыммен естідім, сағат осындайда таң намазында бәлен мешіттің азаны айтылды. Дұрыс па, құлақпен естисің ғой. Таңертең шығып қарап тұрсам, азан айтылып жатыр екен. Азанның айтылып жатқан қайдан білесің десем, көзіммен көріп тұрмын десем болмайды. Көзіңмен дауыс естисің бе дейді. Құлақпен естисің. Бағана мына мешіттің азанын естідім. Бүгін кішкене кештеу айтты. Айта аламын, неге? Өйткені естідіңіз. Сол секілді дәмді мұрынмен білмейсің ғой, ауызбен білесің. Иісті, мынау иістеніп кеткен, мынау Ерланның әкелген етін иістеніп кеткен. Ойбай ұстазы жаңа ғана сойылған свежий ет, оны қайдан көзімен көріп білмесең болмайды. Ол құзы иістеніп кетті дейді, сенің мұрның иіс сезу керек. Мүмкін сенің мұрның жаңағы ковид болып иіс дәм сезбей тұрған шығарсың. Ол да бар. Сондықтан имам Насафи рахимахулла айтады, әлгі біз айтып отырған құралдың алғашқысы сезім 5 мүше сау болу керек. Не үшін? Бізге бір мәлімет береді. Мәлімет береді. Мысалы, қазір біреуге, ұстаз, мен анау жаңа бір мешітке барып, қабырғасында президенттің атын жазып қойыпты деді. Соны осы отырған бәрі мүмкін емес ол мешітте қалай адамның атын жазып қою дейміз ғой. Сол кезде бұл кісі тұрады деді, оны кім айтып еді дейді. Ерлан бауырым кішкене зрениесі нашарлау еді, ол кісі аңғармаған ғой. Көрдіңіз бе? Демек ол кісінің көзі бізге мәлімет дұрыс бере алады. Ол мәлімет беру үшін ол не болу керек? Сау болу керек. Сол кезде ғана ол не білудің бір құрал болып саналады. Ол жаңа ғана дірелінің моторы істемей тұрса, ол қабырғаны тесуге құрал болып жарамайды, сол секілді нәрсе. Сондықтан әрбір нәрсенің өз құралы бар. Электричествоның өз құралы бар, сантехниканың өз құралы бар. Сол секілді мына бір нәрсені білудің де, анықтаудың да, дәлелдеудің де құралы болады. Соны біз білуіміз керек.
Әй, оның болмайтындығын Ерлан сен қайдан білдің? Деуіміз керек те. Біреу келеді айтады, ондай болмайды дейді. Шоколад жеуге болмайды дейді. Жарайды. А соның жеуге болмайтындығын сен қайдан білдің? Көрдіңіз бе? Яғни ол құралмен естіді. Ол естіп анықтайтын нәрсе емес қой. Ол естіп анықтайтын нәрсе емес қой. Біреулер айтып жүр. Бұл біреулердің айтуымен анықталатын. Міне біздің қате. Сонда міне осы үш құралды біз білуіміз керек. Бауырым, сен оны қайдан естідің? Қайдан көрдің? Мүмкін жаңағы бір діни басқарманың КМТБ-ның халал стандартын тыйым салынған деген бір афишасы көрген шығарсың. Естідің ба, ұстап көрдің ба? Әлде дәм біліп, мынада спирттің жаңағы не шығып тұр, мынау болмайды деп анықтап, сондықтан біз сұрауымыз керек. Мынау болмайды десе, жарайды, естіп алады анау. Бір ауылға барады, ауылдан ауылға барады, ана әңгіме тарап кеткенде. Анау діни басқармада отырғандардың шокта жүр. Бұл фәтуа қайдан шықты? Оны Ерлан айтып кеткен. Ерлан айтып кеткен. Ерлан қайдан айтып? Ерлан қылмайды, Ерлан Талғат. Значит, кінә өжеді Талғат пен Ерланда проблема. Проблема қалай? Ол Талғат сұрау кетті, Ереке, оны қайдан білдіңіз? Яғни бізде білудің несі бар? Үш құралы бар. Біріншісінде 5 аспап бар, қалғандарға хабарлар бар. Пайғамбардың хадисінде келген дейді. Пайғамбардың хадисінде келгенде рахат шоколады деп жазылып бекен? Әлде альбенкот деген шоколад деп жазылып бекен? Пайғамбарды олай айтылмаған шығар жерде. Рахаттың конфеттері, баян сұлудың конфеттері. Сен анықтау керексің. Білмеймін. Білмеймін. Значит, сен естідің ғой. Естіген адам кім? Ол бір халал стандарттың маманы ма? Міне біздің қателік осы. Анау әңгіме құлаққа жақса болды, ұра бересің. Көрдің, ұра бересің. Ол шынында сол оқиға болған ба бұл? Жаңағы Ғалқаманың хадис оқиғасы кең тарап кеткен. Анау бір бала өлемей жатып, кәлим айтамайды, анасын шақырыңдар, анасын рейші бар екен деп, балаңды кеш, жоқ, баламды кешпеймін дейді. Онда отын жинаңдар, отынға сап жүріп, ой, баламды жақпаңдар деген, онда кеш деп айтты. Анау бір құлаққа жағымды тарата берген, мәнісіне бар, негізінде ондай оқиға жоқ. Бұны хадис деп айтсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, "Мен кәзибе алейя мутағаммидан фаятабауа мақадаху минан", кім маған мен айтпаған нәрсені айтты десе, ол өзіне тозақтан орын дайындай берсін дейді. Айып қайда? Айып ерекенде. Информацияны анықтамады. Сен тұра тұршы, мен бұны ұстаздардан болмаса, мен КМТБ-ның колл-центрі бар, сол қалалыстанда соларға шығайшы. Көрді, ғылымның жолы бар ғой. Ертеңгі түр кеш болып кетсе, таңертең звондар. Примерно 10-9-да жұмысқа келді кісілер. Бұл діни басқан, халал стандарт бар, халал. Сенде мынадай нәрсеге запрет қойдыңдар ма? Жоқ, біз оны әлі анықтаған жоқпыз. Егер олар хабарсыз болса, көрмеген болса, оны біз анықтап көрейік дейді, жақсы рахмет дейді. Егер зерттелгенде біз оны тексергенбіз, оны халал стандарттан өткен, оны жіберуге болады. Міне көрдіңіз, мәлімет қалай табу керек? Ана біз жаңағы тамақ ішіп отырғанымызда бірдеңе естіп қаламыз, күштән екен дейді. Оны үйге бармайды, бүйтіп. Сонда қараңыз, пайғамбарымыз "Мен сәнна сүннәтен саййәтен фил ислам фәлә узру мен амила бихи". Кім исламда бір жаман нәрсеге түрткі болса дейді, сол істі ойлап тапқаны үшін және одан кейінгі сол істі істеген адамдардың күнәсі соған жазылып тұрады. Күнәсі соған жазылып. Ертең сол сөз себепті біреудің саудасы банкрот болып, әлгі адам бір стресстен сахар болып қалып, Алла сақтасын, жаңағы давлениеден бүйрегі отказ беріп қалса, қиқынан бағана информацияны қараған ереке кінәлі болып қалды.
Көрдіңіздер ме? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: «Кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса куллу ма сами». Адамға кәззап деген бар, кәззап. Өтірікші суайт дейді. Адамға суайт, кәззап болу жеткілікті дейді. Естіген нәрсесін айта беру дейді. Көрдіңіздер, сондықтан біз осы құралға сүйенуіміз керек. Тоқташы, мына туралы хабар бар ма екен, пайғамбардан хадис, Алла тағаладан аят келді ме екен? Енді тікелей аят келмесе де бір ишарат аяттар келген шығар. Пайғамбардан тікелей хадис келмесе де бір соған бір белгі беретін, ишарат беретін бір настар, хадистер келді ме екен? Әлде бұл аятта хадис емес, бұл бір ғалымның сөзі ме екен? Енді ол ғалым неге сүйенді екен? Бұл енді ол ғалымның кезінде бұл нәрсе болған жоқ қой, жаңа шоколад деген. Бұл қалай әңгіме шоколадтан шығып жатыр? Бұл қалай болды екен деген секілді нәрсемен, демек бұл ол ғалым кезінде емес, бұл кейінгі ғалымдардың сөзі екен. Кейінгі ғалымдар айтқан, бұл жаңағы анау деген кармин деген нәрсе қосылады, бірдеңе. Ол кармин деген анау жаңағы Латын Америкасында өсетін жаңағы қоңыз екен. Осы қоңыздың үкімі шариғатта жеуге бола ма, болмай ма? Әлде ол негізінде асылын өзгерткеннен кейін ол басқа үкімге өте ме, өтпей ме? Осы нәрсе анықталады. Сондықтан ол кейбір нәрсеге біз кіріспейміз, оны айналысатын ғалымдар бар. Олар анықтайды. Ал асылында ол кәмиді қазір қоңыздан алып атқан жоқ, оны бір химикалық жағдайлаушы. Бұл болды ма? Ол харам болған күн, бірақ көп пайдаланған кезде өкпеге, жаңағы бауырға ма, өткеме зиян беру мүмкін, сондығы жағынан қарап екен оны бір ғалым. Ол ғалым қайдан алды ол сөз? Оны жаңа бір медиктің, дәрігердің анықтамасынан алды. Ол болмайды отырып мына жерде медицинаны айтуға, мына жерде ананы айтуға, мына жерде мынаны айтуға. Өйткені оның последствиясы ауыр. Біреу келіп те мына жерде мынау бургер жемеңдер харам. Анау барды бейшара қаншама ақша, сен оны анықтаған жоқсың ғой. Анықтаса ешкім ол үкімді айтпай тұр. Кеш интернетте жүр. Оның интернетте оның жаңағы несі шығар, жаңағы конкуренті әдейі жазып берген шығар. Әдейі жазып берген шығар. Ананы жауып тастап өзінікі ғана жүріп тұр. Ертең анау сенің сөзің себепті жабылып қалғаннан кейін ол бейшара стресске түсті. Енді стресске түскен ол намазхан болмауы мүмкін, намазхан болуы да шарт емес ол жерде. Ол не істеуі мүмкін? Барып асып қалып қанша жылдар қарыз алды. Мен 4 айда жауап беремін, 6 айда жауап беремін. Бейшара балықты банкрот болды. Ана қаншама бала қайтты. Қаншама инструмент, қаншама аппарат алды. Кім кінәлі? Бағанағы информацияны таратқан ерекен кінәлі. Ертең балалар анау асыл қалды, балалар жетім қалды. Жетім қалды, енді тентіреп кетті. Сөйтіп бартында бір жер төлеге барып тұрды. Сөйтіп ана жерде балалар дәріс алып, дұрыс ілім аламады. Біреуі кемтар болып қалған, су қызған өтіп, бәріне кім кінәлі? Бағанағы ерекен кінәлі. Өте ықтиятты болуымыз керек қой. Ауызға еге болу. Біреуге зиян кетіп қалмау керек. Сондықтан мені құралды айтып жатыр, адам анықтау керек. Бұл қандай келген? Хадистің үкімі қандай? Оған ғалымдар дейді. Ама сен айтып жатқан сөз хадистің мәтінінде келген бе? Жоқ. Бір ғалым. Бір ғалым дейді, оған аты кім? Ол өзі ақыл-сүнна ғалым ма, ғалым емес пе? Бәрі анықталады. Біздің қатеріміз соны анықтай алмайды, соны анықтамамыз, сөйтеміз де не істейміз? Осындай үлкен ол қасірет болған кезде бұл дүниедегісі жай ақыретке барған не болады? Ал ақыретке барғанда сол сенің сөзің себепті бәленбай адам соны ұстанып барса, ананың бәрі күнәсін көтерілсін. Сондықтан мына құралдар өте керек. Сен өзі мына көзіңмен көрдің ба? Көрдім, ана бәленшенің атын жазып көрді мешіттің ішінде. ақш-тың президенті астағфиралла ол кісінің атын, енді Әбу Бәкірдің, Омардың атын жазатын шығар, дәл сол кісінің атын жазып, сен осы қателесіп тұрсың ау деп анықтап алған. Сен ойбай интернетке салып жіберіп тастады. Ойбай Алматыда қалақ мешіт бәленбізде атын жазып көрді. Ол көрген жоқ. Оны да ерекеңгі ол да бір жерден байқап қалған болуы мүмкін да жаңа. Көрдіңіз бе? Қой, мен кешке шамға сол мешітке барайын.
кешке кепке баны ерекең айтып еді, жазу жоқ қой. Субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар, басқа сөз жоқ. Мына жақта Ясин сөз, Ерсін ұстазының аты жазылып, Құрмет ұстазының аты жоқ. Бағана әңгіме айтты. Астағфиралла, Алла сақтап мен алхамдулилля деп сәжде қылды, шығып көзі қате информацияны таратып жібере салды. Сондықтан міне қауымдарымыз бірінші ақиданы білу үшін құралдарды білу керек. Ол отырып алып ақиданы соқпау керек. Алла тағала аршының үстінде түннің 3-тен 1 бөлігі болса аршыға аспан әлеміне түседі, түскен кезде аршының үсті босап тұрады деген секілді. Көрдіңіздер ме? Ол түсті аршының үстіне түсті қалай? Міне нәтижесі қайда алып келді? Адасып қалып тұр. Қазір мысалы Қазақстанда түннің 3-тен 1 бөлігі. Демек, бір бауырлардың ойынша Алла аспан әлеміне түсті. Өзіне жарасып. Екінші бір жерде қазір әбет. Бір жерде таң атып атты, дұрыс па? Ол жердегі бауырлар затымен аршының үстінде. Қайсының сөзін аламыз? Анау аршының үстінде деп тұр, мынау аспанға түсті деп тұр. Әлде түннің 3-тен 1 бөлігі әр мемлекетте әртүрлі уақытта, әр жерде әртүрлі уақытта қайтады. Сонда Алла тағала түсіп. Қалай осы? Сонда өйткені сен басында сен қате түсіндің Алланың аршының үстінде. Одан кейін түннің 3-тен 1 аспан әлеміне түседі деген пайғамбардың сөзін қате түсіндің. Соның нәтижесі қате болды. 2 қосу 2 тең 3, қосу 1 тең 5 4 десең. Ана 4 деген асылында қате болды. Өйткені сен 2-ге 2-ні қосқанда қателестің да. Одан кейінгі санға қосқым сан 2 қосу 2 тең 3, қосу 3 тең 6 дедім. Мына 6 деген сан дұрыс па? Жоқ, өйткені сен басқа қате кеттің да. Міне мәселе қайдан кетті? Сөйтті де анау жахмиттер, каррамит, қашавиттер не деді? Қашауия, жахмия, каррамия деген ағымдар бар. Алла аршының үстінде. Енді Алла тағала аршымен бірдей ме? Әлде аршыдан үлкен бе? Әлде аршыдан кіші ме? Алла тағала аршының үстінде болса, Алла мен аршының арасында ара қашықтық бар ма? Әлде аршыға тиіп тұр ма? Кетті. Асылында қателік кеткен, Алла аршының үстінде тұр. Одан кейінгі шыққан нәрсенің барлығы не болады? Қате болады. Сөйтіп сондай кейбір теориялар бүгінгі күнге жеткенде. Сөйтіп соны ұстанған адам мұсылман жамағатымен ахл сүннамен келісе алмайды. Құранға солай келген. Ол негізі Құранда емес, ол сол Құранға тәпсір берген адам себепті кеткен еді. Ал енді сонша адамның адасуын ертең көтереді де ол адам. Сондықтан Алла субхана тағала бізді хақ жолдан айырмасын. Сондықтан мынаны жазып отырсыздар ғой, еңбектен. Бәрі кітап болсын дедіңіз. Біздің мақсат не? Мынадай әдемілеп сату мұсылмандардың халі қылып, оның ішінде жазылған нәрсеге мән бермейді. Мынадай көркемдеп сатып, кейін табыса болады. Келесі жол болсын, дәл осы кітап бірақ сыртқа қызыл. Мына жиегіне ойып салынған. Мынау ерекең шығарған. Бұдан кейін бұны талғат шығарады. Мен мынадай шығарса өтпейді ғой. Содан оны басқа шығарады. 2 том қылады, 1 том қылады. Үлкен қылады, кішкентай карманный қылады. Әйтеу өткізу керек. Негізі оны ғалымдар бізге сатып пайда табыңдар деп үшін жазған жоқ. Ақиқатты тауып адаспаңдар деп жазды. Мен біздің халіміз сол. Көрсетіп етіп, мына бір сататын нәрсе керек. Тек сату керек. Тек сату. Әйтеуір абырой болғанда Құдайдан сұрайыншы, жеріміз сатып жүрмесінші. Білесің, мысалы айтады, көбісі айтады. Израиль Палестинаны тартып алған деп ойлайды. Негізінде сатып жүр. Қазіргі сол жерде тұрып жатқан халықтың әкелері, аталар, жерлер, өз учаскалар аналарға сатқан дүниеге. Соның нәтижесінде сондай жағдай. Отырған жерден шығарып тартып алмаған ғой.
жазып сатсаң ағылшын. Ағылшында жылжың істейді, қакешін істейді, Ахмет жоқ, не істейсің? Заң. Әлемді сотқа берсе ұтып болады. Ереке дейін сіздің әкеңіз сатып жеді, не істейсің? Сен далада жүрсің. Мен мәселе қайда. Бүгінгі сондай да біздің жағдайларда қазақты шығарып басқаны кіргізу керек. Сондағы сананың тиын үшін. Көрдіңіз ме? Алла. Қазағым olsun dese болды ма? Müslüman olsun. Көрдіңіз ме? Сондай. Оның бәрі білімсіздік. Сауатсыздығымыз. Сол көзі ашық адам дүние қоңыз болмайды. Ақылы бүтін көзі ашық адам дүние қоңыз болмайды. Ол біледі ерте ме кеш пе осы дүние үшін жауап береді, біледі. Сондықтан ол ойланады. Ол ақымақ адам ол ойланбайды. Бүгін қарны тоқ болса болды. Сондықтан Алла Субхана Тағала бірінші аятты нешін иқра бисми раббикаллази халақ деп түсірді. Нешін оқыңдар деп түсірді ғой, оқыңдар деп түсірді бізге. Оқымайды. Сол Алла білмейді деп түсірді емес, сол не түсіру керек? Сол 6000 бір деген аяттың ішіне сол иқра деген аят Жибрил иқраны түсіре салшы деп айтты ма? Мұхаммедке апарып бере салшы деп жоқ. Алла неден бастау керек, неге одан соң біледі. Біз сол аятты ұмыттық, нәтижесін осындай халге душар болдық. Ештеңе жоқ қолымызда. Ештеңе. Қазір бір тысына ракетаны жіберіп, жоқ. Мешіт ештеңе жоқ. Алла оқы деді, оқы, анау келе жатқан қағыланда бірдеңе істейді деп атыр. وأنكرت السفسطائية كلها عليه جامعة أسر үш құрал бар ғой. 5 сезім мүшесі, хавас, хабар, ақыл. Суфыстайды үшеуі де керек емес. Ешқайсысы дәлелге, құралға жарамайды дейді. Емекеңдерді айтты, мына жерге мына бір қабырғаны тесіп бір шеп орнатып бересің, мына аяқ беріп қойайын деді да. Ерекең күрек алып келді да, штиковый күрек. Айтты, мына не істейсің деді. Қазір қабырғаны тесіп берейін деді да. Айналайын, штиковый метесін, дірел керек қой. Десе елдердің жоқ. Суфыстайындар сондай топ болғанда. Шаншып деші, шаншып жейін десе, ол жоқ қасық береді да саған. Ол негіз қасықпен алынбайды. Сондай әңгіме. Сондықтан біз әр жұмыстың өзінің құралы бар ма жоқ па? Бұл ғылымның да өз құралы бар. Соны білуіміз керекпіз. Қателігіміз осы біздің. والثمانية والبراهيمة العلم بالخبر. Суфыстайында жаңағы үш құралында жоқ ешқандай керек жоқ. Ал енді сумания, брахма, жаңағы индияны санатында бұлар екінші құрал жоқ жаңағы хабар дәлелге жүрмейді, құрал болып жарамайды дейді. Олар бірінші құрал мен үшінші құралды аламыз, ақылды аламыз. Жаңағы білу мүшесін аламыз дейді, құралдарын дейді. Екінші құрал сияқты жарамайды дейді. لأن المتواتر اجتمع من الأحد الذي لا يوجب العلم وما لا يوجب العلم. إذا انضم بما لا يوجب العلم لا يوجب العلم. Қараңыздар. Бұлар енді айналайын, сен бірінші құралды алдың, екінші, үшінші ақылды алдың. Хабарды не үшін алмайсың? Хабар дейді, асылында құрал жарамайды. Неге десең дейді, өйткені сен хабар өз екі түрлі болады. Ахат, мутаватир. Бұл хадисінде ахат деген
бір адамның хабары. Мутаватир деген көпшіліктің хабары. Мысал қазір ерлан деп айтса жаңағыдай Бәленше көше деген жабық деді. Әл-Фараби сайына жабық деді. Жоқ сан деді. Күмәнданасында өткен хабар біреу ғой. Ол жаңа біреуден шалыс естіді ме, жаңа санаттан соғып кетті деген сияқты болуы мүмкін да. Ал егер көп адам деп айтса, бір топ адам деп айтса, сайына жоқ болсақты дейсің, енді оның біреу қателесін, екеу қателесін, келіп тұрған 30-40 адамның енді 30 шықты емес шығарды. Мына хабар шық. Деп әлгі мутаватирді біз дәлел қылып аламыз. Сөйтсек жаңағы топтар айтады, ол мутаватирдің өзі көп адамның хабары. Жарамайды. Өйткені оның әрқайсысы бір адам жиналып барып құрап тұр ғой, жаңа ереке секілді 10 адам жиналып айтып тұрды да. Сондықтан оны біз негізге алмаймыз деген. Сондықтан ол асылында ілімді міндеттей алмаған нәрсе, ол міндетті ілім ол есептелмейді. Сондықтан біз оны қабылдаймыз. Міндетті ілім деген қандай? Бұл даруи нәрсе. Даруи нәрсе. Яғни бізге біз білеміз. Алла субхана тағала Құран айтады, «Құл хуаллаху». Алла жалғыз дейміз. Сөйтіп айтады, оны қайдан алып тастайды? Өзі қайдан келген? Субханалла, Құранда тұр. Енді сол Құрандағы нәрсені түгел сену керек па? Сену керек. Неге? Өйткені ол мутаватир. Бір әрді әрекет өзгермеген. Ғасырдан ғасырға, миллионнан миллионға бүйтіп жылжып келе жатқан нәрсе жойылмайды. Қалай оны өтірік дейсің? Сен сол Құранның өзгермегеніне қандай дәлел? Көпшілік. Енді ерлан қателесіп, бірақ мына отырған адамның бәрі қателесті деп айтамыз. Жарек мына адам үшін 10 адам қателесіп, енді қалған 80 адам бар ғой. Сондықтан Құранда қате болмайды. Біріншіден Алла сақтайды, екіншіден ол мутаватир болып шығады. Қазір біреу Құранды өзгертіп, мәселе осында да. Егер Құран мутаватир болмағанда оны өзгертеді. Өйткені ол ұстаздан жалғас кетіп ешкім өзгертемейді. Өйткені қазір сатылып, ереке қате оқығанмен сатылмайтындар бар да бәрі. Мен қойды дүниені маған миллиард берсең, мен бір әріп өзім. Ал оны негізі қамсып атыр. Бізге білмейді. Көп жұмыстар істейді. Қатысты деп бұрмалап атыр. Алдау үшін мұсылман. Қолдан хадис жазды, қасына сәнет кісілер тапап қоя салады. Бұхарида келген. А ол Бұхарида келмеген ол хадис қайдан? Жаттап келе жатыр ғой. Мәселе сонда. Сахихул Ситтаны Құран секілді жаттаған адамдар бар. Жаттаған адамдар. Бір хадисте кім ерен айтса деп Сахихул Ситтада келген дейді. Бұнда жоқ дейді. Қателеспеңіз. Мысырда бір үлкен шейх келді, мұхаддис, сол кісінің алдына жиналып отырмыз енді, бәріне хадисқа мешіт тұр. Анау ерте барып бүйтіп алдына келіп аласың ба? Сөйтіп анау Бұхариді оқып отырмын, кітаптан оқып отырса, ана кісі бүйтіп үлкен кісі болды, 70-ке таяғанда. Ойымен түзеп отырған хадистің әрекеті. Аллаху акбар dedi. Яғни хадисті қарап оқыған қателесіп отырған, оқып атқан адам. А ол кісі қарамай қатесін түзеп отырды. Сонда кітапта Тифагорияда қателесіп қалды. Мен шыстан оқпаймын қателесуді. Болмаса ерекеге мына кітап толы теріп отырмыз, әріп өзгеріп жүр. А ол кісі түзеп отырды. Мені Алла Тағала айтады: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Біз бұл Құранды түсіріп, оны қияметке дейін сақтаймыз. 100 хадистің мына санатын алып, бір-бірінен сатып Бұхариге берген. Бұхари не істеген? Шарт тастаған. Мынау адам мынада тұрмайды. Мына тізбектікі, мына адам мына тізбектікі деген. Мына хадис мына адамнан кейін қате, мына адам мына орындармау, аналар ихтибар жасап, имтихан жасап. Содан кейін бәрін жерместен имам Бұхариді мойындаған. Жай адамдар емес. Сондықтан имам Бұхариді бір адамның атын айтсаң, мен оның лақабын айтып беремін, лақабын айтып берсең, атын айтып беремін деген.
зейіндері қандай. Имам Шафиғи мына бетті жаттағанда мына бетті жауып отыратын болғанда көз жақтап кете беретін болған. Қараңыздар. Сөйтіп хифз жаттауы төмендеп кеткенде уақиға ұстазға шағымданған, жаттауы қабілетті түсіп кетті деген кезде күнәсі кетті дегенді. Сонда жаңағы өткен бір әйел тобығына қарамаған көз түскен ғой. Сөйтіп оны жаттау әлсіп қалған. Сондықтан бізге реніш жоқ қой, елге. Біз тар жаңа адамдардың ішінде жүрміз. Ол кісілердің заманымен салыстырғанда біз тар жаңа адамдардың ішінде жүрміз. Сол жерден көзімізді сақтап өтетін болсақ, біздің мәртебеміз жоғары. Сондықтан қиямет күнінде дейді, үш көздің сорасы шықпайды. Қалған көздердің бәрі сорлайды. Қандай көздердің? Түнде Алланы оңаша қалғанда Алланы еске алып жылаған көз дейді. Сосын күнәдан сақталған көз, үшінші шекараны күзетіп көзілмеген салдаттың көзі дейді. Осы үш көздің қиямет күнінде қалған көздердің бәрі сорасы. Сондықтан ол асылында мұтабата деген бір адамдардың жиынтығы, ол адамдарды шашып тастасаң ахат болып шыға келеді, ал ахат болып жатпай жүреді. Сондықтан біз қабылдамаймыз деді. Әла юра аннаху лимма иттасафа куллу вахиду мин аз-занби бис-сават ваджаба фи кулли ан якуна муттасифина бис-сават. Мысалы бір негрді көресің дейді қап-қара. Демек негрлер бәрі қара болу керек деп шешесің. Ана сен бір адамды көріп, сен бүкіл елдің болдың. Сол секілді сен бір адамның хабары, көптің хабары, бір хабар, сондықтан ол бізге құрал болып, құжат болып, дәлел болып жүрмейді. Сондықтан біз оны хабар алмаймыз деген. Олар, ал біздер оны құрал ретінде алатын боламыз. Келесі сабақта осы кімдерге тойтарыс береді. Имам рахимахулла соған тоқталамыз. Субханакаллахумма ва бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан ва rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah'ım bizlerin zihinlerimizi aç ya Allah. Kur'an жаттау қабілеттерімізді арттыр ya Allah. Ya Rabbi, соңғы кеудемізден жанымыз шыққанша бізді осы хақ сенімдерден имандардың жолынан ажыратып қойды. Соңғы демізде ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулullah деп шынайы иман келтірген құлдардың қатарында жан тапсырып баршамызға нәсіп ет. Алла разы